Жер жүзін мекендеген халықтардың көбісі ерте кезден-ақ 7 санында сиқырлық күш бар деп санаса, оны киелі, қасиетті деп ұғатын да ұлттар бар. Біздің ата-бабаларымыз да 7 санын қастерлеп, бірқатар таным түсінігі мен табиғат құбылыстарын, аспан денелері мен заң жүйелерін 7 санымен байланыстырған. Қазақ 7 атаға дейін қыз алыспайды. Бұл қазақ халқының дәстүрлі салт санасында адамның ата жағынан тегін таратудың нақты жүйесі. Бала өзінен бастап әкесі, атасы, бабасы, 7 атасының есімдерін кішкентайынан жаттап өседі. Негізінен 7 атаны былайша таратады: бала, әке, ата, үлкен ата, баба, түп ата, тек ата. 7 атасын білген ұл 7 жұртқа жөн айтар, 7 атасын білмеген жетесіз деген аталы сөздер осыдан қалса керек. Қазақ ұлтында ежелден қалыптасқан философиялық түсінік бар. Ол 7 қазына. Жалпы 7 қазына ертеректе көшпенді халықтың күнделікті тұрмыс тіршілігіне байланысты қалыптасқан. Қазақ халқы 7 қазынаны ер жігіттің өмірімен байланыстырған. Сол себепті оған ер жігіт, сұлу әйел, ілім-білім, жүйрік ат, құмай тазы, қыран бүркіт, берен мылтықты жатқызған. Тәуке хан тұсында қабылданған қазақ халқының дәстүрлі әдет-ғұрып заңдарының жинағы болған. Қасым ханның қасқа жолы мен Есім ханның ескі жолын одан әрі жетілдіру арқылы осынау заң жүйесі Тәуке ханның 7 жарғысы деп аталған. Бұл жарғы 20 ғасырдың басына дейін қолданылып келген. Оның 7 жарғы деп аталуы Тәуке ханның бұрынғы заңдарға енгізген 7 өзгертуіне байланысты болған екен. Сондай-ақ 7 санына байланысты аптаның 7 күні, кемпір қосақтың 7 түсі бар: 7 ғалам, күн шығыс, күн батыс, түстік, терістік, аспан, жоғарғы ғалам, жер, орта ғалам, жер асты, төменгі ғалам бар. Халықтың ән жырларында 7 ғашық туралы да айтылады. Олар Ләйлі Мәжнүн, Жүсіп Зылиха, Фархат Шырын, Тахир Зухра, Арзу Қамбар, Уәлик Ғарра, Уәки Күлшах. 7 санның қасиетіне қатысты мына жайтты да айта кетуге болады. Қазақтың жаңа жылы наурыз айынан басталады, ал ұлыстың ұлы күні наурыз мейрамында наурыз көже дайындалады. Оған 7 түрлі дәм қосылады. 7 саны кейде жамандықпен де байланыстырылып жатады. Оған мысал жұт 7 ағайынды дейді. Халық 7 жұтқа мыналарды жатқызады: құрғақшылық, жұт, малдың қырылуы, өрт, оба ауруы, соғыс, топан-су мен зілзала. 7 санымен бірге айтылатын сөздің тағы бірі 7 жетім. Оған тыңдамаған сөз жетім, күйеусіз тозған бөз жетім, иесіз қалған жер жетім, басшысы жоқ ел жетім, аққу-қазсыз көл жетім, жерінен айырылған ер жетім, замандасы қалмаса бәрінен де сол жетім. Сондай-ақ қазақ салтында қайтыс болған адамның 7-сі деген ұғым бар. Әрі қасиетті жұма күні 7 шелпек пісіру дәстүрі де бар. Мінекей, бұл шығарылымда біз салт дәстүріміздегі 7 санның қасиеті мен соған қатысты айтылған біраз ақпаратпен бөлістік. Сіздерге пайдалы болады деп сенеміз. Арнамыздың келесі шығарылымында Абай атамыздың «Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат» атты өлең жолдарын назарларыңызға ұсынатын боламыз. Келесі шығарылымда кездескенше.